Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ананастан оңай салат жасаймын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен суда піскен тауықтың етін ұсақтау етіп, көбіктеп турап аламыз. Осылай суда пісірсе болады, немесе тауықтың төс етін табада қорып жасауға да болады. Содан соң жұмыртқаны да дәл солай етіп, көбіктеп турап аламыз. Қатты ірімшікті үккіштен өткізіп қосамыз. Консервідегі ананасты да саламыз. Немесе балғын ананасты да пайдалануға болады. Дәміне қарай тұз, майонез салып араластырамыз. Бұл салат әсіресе кисло-сладкий дәмді жақсы көретін адамдарға арналған. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бетіне әсемдік үшін грек жаңғағын септім. Бұл міндетті емес. Қазақша каналды қолдап, маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.